Қайырлы күн. Фибоның настройкасын айта берейін. Мына даунтренд құлады. Мына поглощение біздегі өте жақсы нені бұзды, даунтрендті. Енді Фибоначчиға барған кезде Фибоначчидің сіздер былай настройкасын бөліп көрсетіп жіберейінші мына жерге. Міне біз сызған кезде міне тренд линия деген мына үзік сызық тұр ғой, біздің уже көрсетіп тұр да, осы тренд линияның өзін көрсетеді. Мына 0,1 деген біздің ТВХ-мыз. Осыны қоямыз цена закрытияға. Мына 1 деген тұр ғой, бірінші 1 деп тұр ғой. 16-18 біздің тейкіміз болады. Мына 26-18, яғни екінші тейк бұл бізде прогнозный. Негізі мына бірінші тейкқа барғаннан кейін ол кішкене откат береді де қайтадан мына екінші тейкқа келеді. Қарап отырсаңыздар, бірақ бұған сіздер тоқтамай, бір ай тоқтамай нені жасаңыздаршы. Демомен осыны практиковать етіп жасаңыздар, сіздердің миларыңыз үйрену керек та, оған көру керек көзбен. Біздегі біздің ТВХ-мыз 16-18 біздің тейкіміз болады. Енді қарайық, міне мынаған қоямыз, мына біз поглощение жасаған жасыл свечканың цена закрытиясына қоямыз, уже 1 деген не осы жерге түседі, мына сары зонамыз. Біз қайда барамыз? Астындағы мына қызыл мен жасылдың мына аяқталған жер тұр ғой, міне бәрі бір жерде тұр мына жер. Осының несіне барсақ, денесіне де қойсақ болады, фитиліне де қойсақ. Мен в основном фитиліне қоямын. Фитиліне қойған кезде қараңыздар, қалай четко орындап тұр. Фитилі біздегі 79 стоп лосс болады. Мына бізде доливка зона, екі жасыл, мына жерде доливкаға келмеген, резко көтеріліп кетті, келді. 4314-тен 35-ке дейін неше доллар? Почти $14 ма? Сондай, $14 мына жерде жасап берген. Мына жерден күшті не жасауға болады. Міне екінші тейкіне дейін апарып берген. Менің историямнан неме көріп жүрген шығарсыздар, мен в основном осы фибо мен тренд линиямен жұмыс жасаймын. Көрдіңіздер ма? Даусыңыз шықпай жатыр, мырза, сіздің. Мысалы, мен сізге көрсетейін да, қиып тастап көрсетейін. Мырза, сіздің даусыңыз шықпай жатыр. Нені ашасыз ба? Микрофонды. Көріп тұрмын мен, Экранды сызып тастадыңыз ғой, кетіріп тастаңыз. Ой, Осындай поглощениелермен жұмыс жасап, тренд линияны мен сызып, ана ал барған жерін белгілеп едім, барған жерін белгілеп едім да. иә, Мынаған мынаны кетіріп тастай қойыңыз, сол ручканы барыңыз да, сол жерде не тұр, кетіретін удалить деген тұр, соны басып тастаңыз. Кетіріп тастаңызшы мына көктерді. Міне екінші тейкіне дейін келді. Қалай келді? Ручкеге барыңыз, сол жерде мына корзина тұр, очистить деген шелек сияқты, соны басып тастаңызшы, мырза, экранды кетіріп тастаңызшы. кетпей жатыр. Ау, Селекті басып тұрмын, кетпей жатыр дейді. жоқ, сіз трейдинг вьютканы басып тұрған шығарсыз, мына ручканы басыңыз, жасыл ручка тұр ғой шетте, соны басыңыз, сол жердегі шелекті басасыз. Ручканы бастым. Мысалы, кеше 5-ші күн бізде алтын почти $200 құлады, $200 өсіп берді. Мына жерде қарайтын болсақ, мына үзік сызық тұр ғой бізде тігінен. Ол біздегі күндерді бөліп тұрады. Мынау 4-ші күндік болса, мына кеше 5-ші күннің қозғалысы. Мынаны кетіріп тастайсыз кім? Мырза. Кетпей жатыр мен дейтін.
А ручканы басып тұр, мына шетте тұр ғой ручка да. Жасыл Ақ ручканы ручка. бастыңыз. Сол жерде шелек тұр ма? Корзина очистить деген тұр ғой, удалить деген. Иә, соны басып едім, кетпей тұр. Телефоннан қарап тұрмын. Кетпеді. Егер мына жердегі кешегі күн бойынша сопротивление уровень міне мынау болып тұр. Міне. Осыған неше рет келген, бұзылмады. И сол жерден міне 1 рет келген, 2 рет келген, 3 рет, 4 рет келген, и сол жерден құлаған. Мана мен мына неге көрсеттім ғой, лонгқа, да? Мына поглощение көрсеттім. Енді мына жерден неге тартсаңыз да болады, міне. Мына жерде бізде дабл топ тұр, міне. Дабл топ. Міне, дабл топты, міне, мына свечка, қызыл свечка бұзды. Мына үлкен денесімен. И дальше құлады. Екі дабл топ тұр екен мына жерде. Бір дабл топ, міне, екінші дабл топ. Көрдіңіздер ма? Фибоның несі осы. Мен өзім 15 минуттықпен, 5 минуттықпен жұмыс жасаймын. Міне. Міне, дабл топ 5 минуттықта әдемі тұр. Міне. Біздегі паттерндер мен тренд линия маңызды. Сосын әр стратегияға жүгіре берудің қажет жоқ. Бір стратегияны алып алыңыз да, соны зерттеп, сонымен не жасасаңыз практика. Міне, көріп тұрсыз ба, мынау М әрпі, біздегі дабл топ, и мына жерден төмен қарай кеткен. Мына жерде де не тұр бізде, не ол бар ғой, мысалы жанынан да не дабл топ, дабл баттондар шыға береді. Мысалы міне көзімізге көрініп тұрса ала береміз. Міне қарасақ, жанынан да тігінен де. Мен сіздерге бір африканс па, американс па, соның несін беремін, осы тренд линия туралы күшті сабағы бар, иә, ішінде 30-40 сабақ бар. Оны Яндекске салып, немен қарайсыздар? Не затет? Периодпен қарайсыздар. Өте күшті түсіндірілген сабақтар. Сол жерден көзіңізді үйретсеңіз болады. Міне, мынаны бұзды. Мен мысалы ертең таңертең ашылған кезде мынаған фибо тартсам, осы фибоны орындайды ол ертең. Міне, мына свечкеге. Міне, 82, дальше екіншідегі 32. Потому что мына жердегі біздегі даунтрендті мына свечкалар бұзып жатыр. Өткесін алдық. Фибоначчидің несін көрсетіп жіберейін мына жерге. Мынаны фотоға түсіріп аларсыздар, иә. Мына жағында 4-еуі, мына жағындағы 3-еуін белгілеп аласыздар. 0, 0, 618, 1, 2, 618, 0, 786, 1, 618, 3, 618. Сосын фон шығып тұруы мүмкін, сізге фонды бүйтіп несін азайтып тастасаңыздар болады, фон керек емес. Чисто фибоның өзін ала бересіздер. Түстерін бәрін осындай алып жасап алыңыздар. Сосын оны сохранить етіп, астына не істеп алсаңыз болады. Закрепить етіп, потому что фибоның несі басқа несінде қоса беруге болады, асты не көрінбей тұр. Міне шаблон дейсіздер де, шаблонға барып, сохранить как дейсіздер де, мысалы, өзіңізге керекті қылып сақтап аласыз. Мысалы 05 немесе SNR деген сияқты
кез келгенін сақтап сохранить етіп алсаңыз болады. Сосын қолданатын кезде өзіңіздің шаблоныңызды тауып алып қолданасыз. Индикаторлардың барлығын қостыңыздар ма? Pivot pointті қостыңыздар ма? Иә. Сосын тағы бір индикаторны осы жерден көрсетіп жіберейінші. Smart Money индикаторы. Екі индикатордан артық қосылмайды екен трейдинг пивода. Иә, екі индикатордан артық қосылмайды, бірақ неде мына платный версияда қосыла берді 4-5-еуі. Не, люкс альго деген мысалы нені көрсетіп тұрады біздегі. Міне мына көк сызық шықты ғой, біздегі уже мына жердегі мынаны бұзды, брекаут зоналарды көрсетіп тұрады. Қазір мына қызыл неге келді ғой, міне ол мана тренд бойынша мына даун трендтің макс бағасына келді. Осы жерден кішкене откат беріп, мына көкке келіп қайтып көтеруі мүмкін. Ал егер мына қызылды бұзып кететін болса, ол дальше мына қызылға барады. Оны бұзатын болса, мында барады деген сияқты мына көрсетіп тұрады несін. Осы индикаторды пайдалансаңыздар да болады. Мен мысалы осы люкс альгоны постоянно қосып қоямын. Міне мына неден бұл не алып кетіп жатыр. Поддержка алып. Кішкене откатын береді. Мына жақтан уже біз не сызамыз, аптренд сызамыз. Міне былай. Деген сияқты. Бұл барады, кішкене откат беріп, осылай бүйтіп аптрендін жасау керек. Осының өзіне фибо тартып қойсаңыздар да болады, мына жасыл неге зонаға. Мына жабылған жеріне барып. Аяқталған жерге, мына жерге қойсаңыз болады. Міне 78-ге бару керек. Бірінші тейк 78. Қазір 50-де жүр ма? 51-де жүр. 78-ге дейін біршама доллар. Бірақ бұны ашылған ертең дневка бойынша ашылады ғой, баға сол кезден қарап барып ашамыз. Бірден мына лонгқа екен деп кіріп кетпейміз. Кішкене бұл откатын беру мүмкін. И сосын барып көтеру мүмкін, потому что мына жерде не зона тұр. Сопротивление зона тұр. Дәл сол зонаға келіп жабылып қалған баға. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Осы үш индикатормен қолданатын. Сосын кешені Бузара деген индикатор платный несін сатып алған. Бұл өзі көрсетіп тұрады екен. Тейктарды, табақаларды көрсетіп тұрады. Кіші таймфреймде де, үлкен таймфреймдерде де. Бірақ бұның тек қана бірінші тейкін ұстау керек. Мысалы, мына жерде екінші тейкінде орындаған. Міне, лонг деп өзі жанады, осындай жерге келгенде. Лонг деп жанады, стоп лоссын көрсетіп тұрады. Міне 200, тейкі 21, 230, 42 деген сияқты. Мына екі тейкінде орындаған. Мына шорт дегенде де сол. Міне шорт, бірінші тейкі мына жерде, екінші тейкі мына жерде. Мысалы, осы жерге келгенде, мына лонг деп, мына жерге келгенде, мына поглощениені көріп тұрсыздар ма, міне? Соның өзі уже осыған фибо тартсаңыздар ода болады. Міне мына жерде шорт деді, құттай шорт берді, бірақ мына көріп тұрсыз ба, бұл индикаторға да сеніп отырып қажет емес, өзіңіздің тактикаңызбен кіресіз. Міне поглощение беріп жатыр, мына жасыл поглощение беріп жатыр. Уже сатып алушылар көптеп кіріп жатыр деген сөз ғой, мыналар. Үлкен поглощениемен кірсе. Екі тейкінде орындап бітті. Үшінші тейкі мына жақта тұр екен, көріп тұрсыздар ма? 517. Сол жаққа дейін көтеріледі ғой, да? Мына жаққа дейін барып шансы. Жалпы не аптрендте жүр ғой, негізі шортқа қарау. Бірақ кешегіде ол 4 сағаттық бойынша мен buy зона, sell зоналарды көрсеттім ғой. Сол жердегі көрсетейін онда. Не алынбады да, кімнің сызығы. Бізге мешать етіп тұр кәдімгідей маған.
алып үйреніңіздерші, осыны алып білу керексіздер ғой сіздер, уже сот телефон ұстап отырғасын, сотка ұстап отырғасын. Мына сіздің неңіз үзік болып тұр ғой, сөйтіп істей алмадым мен. Менікі ана Міне, мына ұзынсыз болып тұр. настройкаға кіресің, настройкаға кіресің, на границе сессии деп тұр ғой, соны басасың. Күнді бөліп тұрады. Мысалы, мына сел зона, бай зона деп айттым ғой кеше. Міне, мына жердегі бай зонадан 4 сағаттық бойынша мынау несін алып кеттік кеше. Біздегі бай зона бірінші жасыл тұрады, содан кейін қызыл тұрады, иә. Жасылдың фитилін аламыз. Міне, осы жерге дейін құлады кешегіде. Осы жерден откат алып жоғарға кетті. Енді оның тегі қайда болады дейтін болсақ, бізде мына жерде міне сел зона тұр. Мына бізде сел зона тұр, неше? 328. Міне осы жаққа келіп, бұл кішкене откатын береді, ал егер откат бермей көтеріп кететін болса, онда дальше кетеді. Мына жақта сел зона тұр, міне. Екі сел зона бізде қатар тұр. Қызылдың фитилі құттай болса, жасылдықын аламыз. Біздегі 366, 328 деген мықты сел зоналар. Осы сел зоналарға дейін көтерілу керек. Қазір. Потому что мына жердегі бай зона, мынау да бай зона бізде, иә. Сосын бізде мына жерде сел зона тұр, иә. Сел зона тұр. Бірақ ол біздегі айтамыз сіздерге. Мына жасыл бізде бұзған ғой брекаут, иә, бірінші брекаут, көк біздегі жасыл бай зона. И ол бай зонадан мына қызыл керісінше брекаут жасаған. Сел зона болып, мына бай, біздің сел зонамыз мына жерде бай болса, енді мына жерде сел болды, и мына жерде бай болып кетті қайтадан. И мынау тоже брекаут болады, мынандай уребенді денесімен толық жауып кетсе. Енді ол бірден лонгқа кете бермейді, мына жерге, мына жерге не жасайды, откат жасап, и сосын барып бүйтіп мына жерге дейін келуі мүмкін. Мына жерден қайтып откат беріп, жоғарыға мына жерге дейін бару мүмкін. Осылай 4 сағаттық, 1 сағаттықта да бай зона, сел зоналарды қарап отыруымыз керек. Мысалы, 1 сағаттықта қарайтын болсақ, 1 сағаттықта жақсы зоналар бар. 1 сағаттықта қалай жұмыс жасаған. Таймфрейм үлкейген сайын жалпы тыбықымыз біздің мықты болады. Міне мына жердегі мына зона біздің мына бай зонамыздан кетіп тұр. Мына жақта да міне брекаут біздегі бай брекаут болып тұр. И бұл несін алып жатыр. Поддержкасын алып жатыр жоғары қарай. Бай зона, сел зона брекауттарға түсіндіңіздер ме? Иә. Енді несін үй тапсырмаларды жіберу керек енді. Жіберу керек, иә. Тағы сұрақ бар ма? Мадинадан басқа. Аржан, мен кім шығып кеткен ба? Мырза. Аржан, сұрақ бар ма? Мадина, сұрақ бар ма сізде? Жоқ, түсінікті. Сұрақ жоқ болса, аяқтай береме, 3 минуттай уақыт қалыпты. Жақсы. Сау болыңыз.